Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар. Қалайсыңдар? Сендермен Жасик менің арама қош келіпсіздер. Енді қалайсыздар? Бүгін біз видеоның атауынан және де превьюінен көріп тұрғандарыңызда, яғни бүгін біз пактар ашатын боламыз. Ал сіздер арнаға жалпы рет кетіңіздер. Менің пак ашқандарым сіздерге ұнайды екен. Айтпақшы, алдыңғы видеоға кереметтей актив көрсетіп тастапсыздар. Соған көп рахмет. Алла разы болсын. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ал енді видеоны көп созбай видеоға кеттігенде біз пак ашамыз бірінші. Әрине бұл особенный пак. 3000-нің багы 100-105. Рыжгард түсіп кетсе екен маған. Рыжгард керек та, просто. Рыжгард маған керек та. Түсіп кетсе жақсы болар еді. 105 түсіп кетсе сұмдық қой видеода. Қиын, бірақ түспейді ау. Бұл бізде Полушаның игроғы Элза. Бұл кім бұл? 101 Верднок дейді. 919 миллион сатылмайды. Элза бізге керек па, керек емес па білмеймін. Меніңше нормальный секілді. Міне бұл бесплатный, бірақ 101 бердім. 101 бізге керек емес секілді. Біздің составқа 101 керек емес секілді. Мен қазір 103 опш болдым. Видеомды ақырына дейін қарағандар көрген шығар міне. Қарасаңыздар міне. Тек осы симне чудесаның ашу арқылы дамып жүрмін. Міне бізде бұл командаға кірмейтін біраз игроктар бар екен. Мен немді осы составымды өзгертетін сияқтымын. Жота 4-3 атакаға қоятын секілдімін. Себебі біраз ойыншы ойнамай қала береді командада. Сондықтан осы дұрыс деп ойлаймын. Бұл бізде полузащитник. Мынада полузащитник, мынада полузащитник. Бұны сменить етчерик. Оның орнына біз Александр Арнольд қою керек шығармыз. Қызы ғой. Так. Цызы бізде цызы Элзы бар. Міне осылай осын дамытып жібереміз. Скоросты бар екен, дриблинг, оборона, физбакетов нормальный таланты бар ма екен? Таланты бар болса четкий кетеді. Талант бар екен. Бірақ удар, дальний пас деген таланттар керек емес таланттар екен, бірақ бар екен әйтеуір. Жоқтан жақсы деген сияқты. Так, Злобин, Фламинго деген ойыншылар, бірақ бұларды біз қазірше көшіре саламыз. Опшымыз 102 көтеріледі екен. Жаман емес, біз үшін нашар емес. Но бірақ біздің біраз игрогымыз 100 болмай қалады екен. Мынау 100, бірақ нормально. Нашар емес. Жақсы. Ал енді біз обменге кететін игроктарымызды обменге тығып жібере аламыз ба? Қалай ойлайсыздар? 3305-ке бізде много бар екен. Аклию Оуча деген ойыншы бар екен. Бұны тығып жіберсем қалай ойлайсыздар? Жақсы ма, жаман ба деп тұрмын. Бірақ 122 миллион дейді. Біздің командамыздағы ең нашар осы болып тұр ғой. Жо. Мынау Тиаго Сильва екен. Арзан. Қалай ойлайсыздар? Айтып кетіңіздер комментарияға. Ал сіздер үшін тығып көрейік. 3915 берді бізге. Жетон берді. Но вратар екен. 16 миллиондық. Так, бұны да тығып жіберсем ба деп тұрмын. Бірақ бұл сатылады екен. Сатылатын болса сатып жібермейміз ба? Не істейміз ғой? Так, Рунокқа кіреміз. 12500 болса менде 20.000-дай жетон қалады екен. Ал сіздер үшін ашып көрсем бекен еттімді. Или ашпай қойсам бекен. Келесі видеода ашып жақсы игроктар түсіріп алам деген ойда болып тұр. Ал енді сіздер үшін бәрі. Бисмилля. Так. Кім түседі екен? Йо-мой. Каблы. 96-97. Қайта өзіміздің жетонымызды аламыз бұда. Иә, өзіміздің жетонымызды қайттан алып аламыз.